4. Негізі біраз беттер бар, әлі. Давайте мына бетті жасайық, и сонымен сабағымызды аяқтайық. Бары қарай практически қайталанады, текст, фото, кнопка деген сияқты. Видеоны оп-оңай, оны өздеріңіз қарайсыздар. Мына жерде по-любому видеосы жоқ, қазір біз видеосын қоя алмаймыз. В принципе, ары қарай оп-оңай. Давайте мынаны жасап көрейік қазір. По идее, мынау да оңай, Аха. Так. Ойланып көрейік, фонды қалай жасасақ болады. Хекс кодты тұр, Так, мынаны в принципе фонға бала салуға да болады екен, картинка алып. Но цвет қылып берген кішкене дұрыс. Мынаны қайсы екендігін білмей тұрмын, мен осы жерде кішкене қиналып тұрмын. Давайте тағы да бір класс. Section 3. Section 3 классын беріп, так. Background беріп көрейік. Не болады? Бізде контент жоқ. 100. Margin 0, padding 0. Padding топ 100 пиксель. Әрмен қарай бізде H2 кетеді. H2. Точка H2, давайте. Вообще проблема жоқ. Так, бізге ақ керек екен. Мен зря... Аха. Басқа класс берейін. Works. Готовый кодымыз қоямыз, проблема жоқ. Ешқандай проблема бізде жоқ. Цвет сол екен, кстати. Бәрі келіп тұр. Мына жақта тура сол кнопка, қателеспесем. Дәл сол кнопка. Так, опять бізге div керек мына жақта, потому что DisplayFlex қолдануымыз керек. Ауа деген класспен берейін. Все услуги, так, button емес, мен алғанбыз біз. Так что аны алдық. Точка our DisplayFlex и justify content space between. Екеуі қазір екі жақ шетіне жабысып қалу керек. Опа. Мына жерде бізде қиындық кетті. Қарайық, мынау неге жоғары шығып кетті? Өйткені бізде H2-мізде margin бар, или padding бар. Margin 0, padding 0. Сол үшін жазып отырамыз, себебі кейде осылай қисайып кетеді. Хата келмей қалды. $120. Мында 100, Значит, надо... Надо класс жаза беруге болады. Осындай бір лайфхак бар бұл жерде тоже. Так, button 3-ке біз margin топ 20 пиксель береміз. И... Мына 100, мына 120, Неге келмей тұр? Кішкене до конца бармай тұр, Көрейік, в чем проблема? Үлкен маржин бар екен. Так, и в принципе проблеманы шешіп тастадық, 30 бере саған дұрыс сияқты.
или давайте 25 көрейік. 25 пиксель бердік отступ. И да, все нормально. 70. Margin button 70. Так, дальше алайық. Так, бізге не керек? Бізге на фото керек, я? Экспорт SVG. Компьютер деп сохранить салайық. Так, опять логоға кетіп қалды бізде. Жоқ, кетпепті даже. Так, давайте вот алайықта мында қояйық. Компьютер. div.comps. img. Қазір давайте 3 фотоны қояйық. И 3 фотоны біз DisplayFlex арқылы жасаймыз. DisplayFlex деген өте көп көмегі бар команда. Егер байқап отырсаңыздар, соны үйреніп алсаңыздар, көп нәрсені смело жасайсыздар. DisplayFlex, justify content, space between. Опа, 3 фотомыз дайын, е? Астына тура осы нәрсені жасаймыз. Давайте. Так, мындай конструкция. Қандай бізде? Қандай? Опять div керек, е? div.info. Ага. Давайте жасайық. Тағы бір div. Div-ны атын қалай қойсақ болады? Давайте lorem дейік. Енді қандай қоям басқа? Мына жерде h6. Подробнее деп қоямыз. Так, lorem h6. H6-ның характеристикаларын алып қоя салайық. Давайте мына көк цвет жасамай қояйық, потому что артық уақыт алады қазір. Ол оңай жерін біз өткізе саламыз. Мына жерді лучше түзеп алайық. Негізі Figma ұнайды маған. Өйткені мына жерде CSS кодты ала салуға болады да. Ешқандай проблема жоқ. Қолыңызды тез жазып үйреніп алсаңыз, вообще проблема болмайды. Смело любой код жаза бересіз. Так. Көз тиді. Жоқ. Дүземекші болғам. Лоремға ұзындық берейік. Ұзындық берсек, зато қазір бұйырсыз ақ проблема шешіп тастаймыз. 350. 350 пиксель. Лоремнан бізде 3 болады. Инфоның ішіне біз DisplayFlex, justify content, space between. Біз даже қарамай жасадық. И вот, в принципе, келіп тұр бәрі. Только вот бізде мынандай проблема бар. Бұл жерде бізде фон полный көк болмайды. Фон жартылай көк, жартылай ақ. Оны қалай жасасақ болады? Так, мына картинка істеп тұр мына жерде. Солай тұрған нәрсе ма? Байқамаппын. Так. Қалай істесек болады? Мына жерді ойланып көрейік.
ойланып көрейік. Бұл жерде былай, давайте біз келесі контейнерға барайық. Келесі контейнерға кетіп қалды, қашып кетті деп ойлап қалмаңыздар. Келесі контейнерға біз мына тексттерді қоямыз. Неге оны келесі контейнерға қойып жатырмын? Қазір көресіздер. Section 4 и не керек бізге? Background керек. Ақ фон керек, ақ фонда тұру керек. Я, почти. Но картинка как бы осылай екі фонда да тұру керек, давайте. Значит, былай жасап көреміз. Padding минус жоқ. Вот padding и минус 50 пиксель. Осындай нені алама алмайма, мен ұмытып қалдым. Жоқ, не өзгерді, не өзгермеді. Құқан жоқпын. 500 деп көрейік, чтобы разницаны көру үшін. Так, бізде ешқандай разница болған жоқ. Былай емес, значит. Так, может быть... мен padding топ деп жазған жоқпын. Padding топ минус 50 пиксель болып кетті, минус 50 пиксель дейік. Болмады, я? Так. Қалай жасасақ болады, проблеманы қалай шешсек болады. Астыға түсіру керек, я? Мынау негізі бір контейнерде тұр, біздің фонымыз осындай болып тұр. Біз оны екі секцияға бөліп, осылай картинканы ортасына қоймақшымыз. Картинканы қою үшін так біз амалын қарастырып жатырмыз, чтобы сіздер түсіну үшін. Біз фото қалай аталып тұр бізде? Фото бізде компас деген ненің ішінде, компастың ішінде тұр. Негіз осындай минуспен жұмыс бар екен түсініп тұрмын да, но мен кішкене мына жерден нете алмай тұрмын. Ұмытып қалыппын. Может быть, секцияда. Жоқ, болмай тұр. Так. Маған бір нәрсе қызық болып тұр. Мен ресторанның сайтында ондай проблема болды ма менде? Сол нәрсені ұмытып қалыппын. Вроде бір сайтта сондай болған. Опа, бізде міне мына жақта осылай тұр екен ғой, Магическая атмосфера дейді. Магическая атмосфера деген сөз тауып алайық. Так, магическая атмосфера міне бізде. CSS код. Бұл бізде main box дейді. Міне main box. Margin топ дейді. Box. Margin 0. Қалай шешкенбіз бұл проблеманы біз? Контейнер, может быть, section бірден азайтып тастадық па? Қарап көрейік. Көз кодты қарап көрейік. Бұл нормально стоит. Бокс жақсы тұр. Так, проблема да емес, значит. Может, мында проблема. Margin bottom 990 пиксель деп беріппін. Неге? Мен тағы да астынан үлкейткем, Давайте жасап көрейік онда.
мына жерде padding bottom деп тұр. Давайте margin bottom 50 пиксель. Жоқ. Все, почти жасадық. Фотодан кейін 30 пиксель бар, давайте так, ол бізде компс болды. Margin bottom 30 пиксель. И все, в принципе, да? Так, давайте тағы түсірейік. Аз уақыт. Минус 50 емес, давайте минус 100 болады. Мына жаққа біз давайте 70 беріп тастайық. И еще түсіру керек. Мына жақтан 100, ана жақтан 100 берсек. Жоқ. Margin bottom емес, біз padding bottomмен берейік онда. Так, жоқ, бұлай емес. Біз оны текстін алайық. Мына жақтан емес. Текст бізде lorem ба? Info, я? Info болса, инфоның үстінен біз padding top 30 пиксель. Так, үстіне шығып кетті. Мына 100 көп болып кетті, конечно. Минус 50. О, в принципе, нормально сияқты, я? Бәрі әдемі тұр. Давайте мына жерде 30 қойдық па біз? 30 емес, 50 қоя салсақ та негізі артық етпейтін сияқты. В принципе, болды, Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің сабағымыз қаншаға созылған екен? Біздің сабағымыз біраз созылып негізінде. Осы сабақты мен екіге бөліп саламын. Алдыңғы сабақты қоштасып үлгермей қалған шығармыз. Сондықтан да қоштаспаймыз. Келесі сабақтарға дейін кездескенше бүгін мен осы сайт жасадық. Сіздерге барлық ссылканы астына қалдырамын сабақтың астында. Сондықтан да осы сайтты осы жерге жасасаңыздар болады, до конца жасасаңыздар да болады. Соны жасап маған фотоға түсіріп жіберсеңіздер болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мен жекеме жазсаңыздар, мен сіздерге жауап беріп түсіндіруге тырысамын. Сондықтан да назарларыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.